қарай жүріңіз. Рахмет балам. Балам, сен қай боласың? Мен сіздің үйіңіздің жоғары жағында тұрамын. Сашаңыз екеуміз бір сыныпта оқимыз. Солай оқу керек. Бағана базарға шығып едім. Түнделетіп кеткені бар. Ал маған мынаны айтшы, менің Сашам қалай оқиды? Жақсы оқиды. Класста тыныш отыра ма, тәртіпсіздік қылықтары жоқ па? Жоқ. Міне, осылай оқу керек. Осында біздің көшеде тәртіпсіз балалар да жоқ емес. Бөтен біреудің бауынан шие ұрлайды. Шиенің өзін ұрласа мейлі ғой. Бұтағымен сындырып әкетеді. Анау күні біреуін аңдып тұрып, ұстап алайын деп едім. Секіріп түсіп қашып кетті. Сен сияқты ақылды бастар оларға айтуларың керек қой. Ұрлық ол жақсы адамның тірлігі емес. Ұрлық ол ұят тірліктердің бірі деп қызартып, ұялтып айтуларың керек қой. Иә. Ал, атам, қош болыңыз. Рахмет балам, сен болмағанда көшедегі шалшық сулардың барлығының басын мыжитын едім. Саған көп рахмет. Ха-ха-ха, ата, сіз есіңізде ме? Бұны әнегінгі құйрығынан оңдыртпай ұрып жіберіп едіңіз ғой. Қашан? Әнегінгі шие үзейін деп жатқанда. Әй, сол сен бе едің? Иә, мен едім, ата. Сіз сонда мен құйрықтан оңдырмай ұрып жібердіңіз. Кешір айналайын, мен сені ұрайын деп ұрған жоқпын ғой. Өзіңнен болды.